Ассаламу алейкум достар, Тағам ТВ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді, әрі жеңіл жасалатын салат рецептімен бөлісетін боламын. Бізге ең алдымен бір помидор, 70-80 грамм сыр және флинт керешке қажет болады. Ең алдымен помидорымызды кубиктап турап алатын боламыз. Помидорымыз дайын болды. Енді оның үстіне майонезді жағып, кейін үстіне кириешкені салатын боламыз. Негізінде кириешкеден флинт түрін алыңыздар, себебі ол салатқа ерекше дәм береді. Толықтай помидордың бетін жаптық. Енді келесі кезекте сырды теркадан өткізіп аламыз. Негізінде кириешке мен сырды араластырып бірге салсаңыздар болады, бірақ мен осылай слой қып салуды жөн көрдім. Сырды теркадан өткізіп алдық. Енді салаттың бетін толықтай осы сырмен жабатын боламыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жақындарыңызды қуантыңыздар. Енді кезекте салатымызды ерекше сәнді, әдемі көріну үшін роза гүлін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге помидордың қабығы қажет болады. Видеода көрсетілгендей сыртын аршып аламыз. Кейін осылай жинап, дөңгелетеміз. Сол кезде гүл өзі шыға келеді. Мінекей роза гүліміз дайын. Өте әдемі көрінеді. Біз бұл салатты отбасымызбен жақсы көреміз. Егер видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыңыздар. Сіздермен бірге Тағам ТВ арнасы.